Белсендірілген көмірдің түйіршік және ұнтақталған түрі болады. Әрбіріміздің дәрі қобдишамыздан табылатын бұл дәріні 3 жасқа дейінгі балалар мен жүкті әйелдерге де қолдануға болады. Негізінен бұл ағзаны уыттан тазалау үшін ұсынылады. Әсіресе асқазан, ас қорыту, ішек және бауырды тазалау үшін ішу қажет. Сонымен қатар артық салмақтан арылуға және терінің саулығын жақсартуға да септігін тигізеді. Белсендірілген көмірді қай кезде ішу керек? Тамақтан уланғанда, алкоголь мен дәріні артығымен қабылдағанда, іш қуысы ауырғанда, желденген кезде, қыжыл пайда болғанда, жүрек айнығанда, ішек ауруларында, тері бөрткенде, шаш пен тырнақтың саулығын жақсарту мақсатында ішу ұсынылады. Ағзаның тазалықты қажет еткенін қалай білеміз? Егер ағза шлакқа толса, мына белгілер орын алады. Аллергияға жиі шалдығу, созылмалы шаршау, бас сақинасы мен бұлшықеттің ауруы, бетке бөртпемен безеу басу, лоқсу, құсу, ас қорыту жүйесінің жұмысы нашарлау, ауыздан жағымсыз иістің шығуы. Міне осы белгілер ағзаның шлакқа толғанын хабарлайды. Қанша уақыт керек? Ағзаны артық заттан тазалау бірнеше аптаға созылады. Бастысы қай ағзаны тазалау керектігін анықтап алу қажет. Егер белсендірілген көмірді шамадан артық ішсеңіз, авитаминозға шалдығу қаупі бар. Дәріні бүтіндей емес, ұнтақтап қолдану тиімді әрі пайдалы. Жалпы ағзаны тазалау үшін салмағыңызға қарай есептеп аласыз. Мәселен, 10 келіге бір дана таблетка жетеді. Айталық 50 келі шығатын сізге 5 дана дәрі қажет. Оны жақсылап ұнтақтап алып, 1 стакан сумен араластырып ішесіз. Нәтижесі екінші күні-ақ белгілі болады. Тазалану кезінде мына ережелерді сақтаңыз. Сусынды көбірек ішіңіз. Тәулігіне 2-2,5 литрдей сұйықтық ішуді әдетке айналдырыңыз. Судың орнына газсыз минералды суды, шөптен демделген шайды, қантсыз морс немесе нәрсуді алмастыруға болады. Ем-дом, яғни диета. Ем кезінде тұтынатын тағамдарды бұқтырып немесе буға пісіріп жеу керек. Ал ащы әрі қуырылған тағамдарды шектейсіз. Ішектегі пайдалы бактериялардың орнын сүт өнімдерімен толықтырып отырыңыз. Үшінші ереже, жаман әдеттен аулақ болу қажет. Алкогольді ішімдікті, құрамында никотин бар темекіні үзілді-кесілді ұмытыңыз. Бірден бәрін тастап кету қиын, десе де күн сайын көлемін азайтып отырсаңыз, 1 айда-ақ өзіңіз күтпеген жағдайға тап боласыз. Физикалық белсенділікті арттырыңыз. Артық жүктеме денсаулығыңызға кері әсер етуі мүмкін. Сондықтан да шектен шықпаңыз. Саулығыңызды арттыру үшін таза ауада жаяу жүруден бастаңыз. Қайсы ағзаны тазалау үшін белсендірілген көмірді қалай ішу қажет? Артық салмақтан арылу үшін адсорбент қызметін атқаратын белсендірілген көмір майды ерітіп, ішектің жұмысын жеделдететін қасиетке ие. Егер үзбей аталған дәріні мөлшерімен ішіп жүрсеңіз, 1 аптадан 3 келімен қоштасасыз. Артық салмақтан арылу үшін тамақтанудан жарты сағат бұрын 3 дана дәрі қабылдайсыз. Артынан көп мөлшерде су ішуді ұмытпаңыз. Емделу мерзімі 10 күн. Ем кезінде құрамы жеңіл тағамдарды тұтынуға кеңес беремін. Бауырды тазалау үшін. Бауыр ағзаның сүзгісі қызметін атқарады. Сондықтан да барлық шлак, улы заттар бауырға келіп түседі. Бауырдың жұмысының бұзылуы алдымен қанға зиян. Қан арқылы бүкіл ағзамызды улайды. Осы жайсыздықтың алдын алу үшін бауырды тазалауды бастаймыз. Дәрі аш қарынға ішесіз. Артынан көп көлемде су ішіңіз. Бірінші күні 1 данамен шектелесіз. Күн сайын 1 данадан қосып отырасыз. Дәріні ішкен соң 2 сағат өтпей тамақтануға болмайды. Емделу мерзімі 2 апта, ал 3 айдан соң тазалануды тағы да 1 рет қайталайсыз.
Ішекті тазалау үшін сізге 10 күн уақыт керек. Ішекті тазалау үшін күніне 2 рет дәрі қабылдайсыз. Ішекті тазалап болған соң бифидобактерияны қалпына келтіруді ұмытпаңыз. Ол үшін дәрігермен кеңесе отырып, қажетті дәрумендерді, тағамдарды тұтынасыз. Осыдан соң асқазанның ауырлығы мен іштің айналасының ауырғаны басылып, иммундық жүйеңіз нығаяды, әрі физикалық белсенділігіңіз артады. Аллергияны емдеу үшін белсендірілген көмірді тазалану үшін ғана емес, аллергиялық ауруларды емдеу үшін де қолдануға болады. Мәселен, мезгілдік аллергияны емдеу үшін күніне 2 дана дәрі ішесіз. Емделу ұзақтығы 2 апта. Тісті ағарту үшін уақыт өте тісіміздің түсі өзгереді. Оны қалпына келтіріп ағарту үшін белсендірілген көмірдің көмегіне жүгінген жөн. Тіс пастасын щеткаға сығып алып, бетіне ұнтақты теуіп, тісіңізді жуасыз. Белсендірілген көмірдің пайдасы: зат алмасуды жақсартады. Терінің, шаш пен тырнақтың саулығын арттырады. Қандағы холестерин деңгейін реттейді. Ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартады. Қанды тазалап, ағзаның жалпы тонусын көтереді. Алайда аталған дәріні қабылдауда қарсы көрсетілімдер бар. Белсендірілген көмірді кімге қолдануға болмайды? Асқазанда жарасы бар кісілер, асқазаннан қан кеткен кезде, жүрек қан тамыры ауыратындарға да қолдануға болмайды. Ескере кететін тағы бір жайт: белсендірілген көмірді қолданудан алдын міндетті түрде дәрігердің кеңесін алу қажет. Айтылған мәліметтер тек қана ақпараттық сипатқа ие. Ақпарат кәделеріңізге жарайды деген ойдамын. Каналыма тіркеліп, пікір қалдыра кетуді ұмытпаңыздар. Дендеріңіз сау болсын.